Саламатсыз. Сәлеметсіз ба? Хадия Қайырқұл. Ойбай. Времянка ма? Аха, времянкада тұрамыз осы жерде. Осы екі бөлмеде тұрамыз. Қанша болды тұрып отқан? 1 жыл болды. 1 жыл ма? Аха. Осы жерде тұрып атқанымызға 1 жыл болды. Алдында тұрған квартирамыз кішкене қымбат болды да. 60 мың не, сол мына жерде 35 мың төлейміз. Бірақ не жоқ. Слив жоқ. Суды бай шелекпен төгеміз. Канализация жоқ. Аха, слив жоқ. Соны ана немен газбен жылайды. Бірақ ана қыста биыл неғықты, мынау пеш қой. Соның арасында пеш жақтық. Бірақ не хозяиндар жақсы кісілер да, кішкене түсінік неғып әйтеуір квартираның ақшасын бере алмай еткен кезде жағдайымызға қарап. Қанша балаңыз бар? 3 балам бар. Күйеуіңіз бар ма? 2019-да ажырасып кеткенбіз. 2019-да. Кішкене. Бірақ енді тірі бар адам ғой, енді ормен жоқ емес. Көмектесе ма? Енді арасында не қылса, алимент беріп отырады. Соның арасында енді балдардың киімі, несіне де шамасы кетеді, не қылады. Бірақ кішкене анандай ішкенге жақын болып, бір іште тоқтай алмай кетеді. Содан кейін ана балам ауыр не қылды да, ол кезде тіпті еткеннен кейін сонымен. Бірақ арасында келіп кетіп, балдарына не қылып тұрады, енді ол келме, не қылма деп ондай не қоймаймыз. Балаңыз ауыра ма? Ана 15 жастағы балам онкологиямен ауырады. Онкология ма? Аха, 2020-да неғамыз, ерде нелерін бәрін анық етіп қойған, егер көрсе онкология? Мойнына шықты ғой бізге. Мойнынан ба? Аха, мен өзімде 2-ші группа инвалидность бар. Сізде қай жағынан? Мен көзімнен. Көзінен ба? Зрениямнан 2-ші группа, тоже менде с детства инвалидность. Миопия сізде? Аха, миопия высокой степени. Нерде бар қағаздарын бәрі егер көрем десеңіз. Сізде линза келіп тұр ма қазір? Линзаға -16 тағам, ал линзамды алсам вообще көрмей қалам. Негізі қанша зрениеңіз? -24. 24, мүлдем көрмейсіз ба? Сол көзім вообще көрмейді, оң көзім ғана көреді. Сол көзім 0,01% ғана көреді. Енді операция ондайға не қылады деп тұр, бірақ ана Коновалов деген не бар екен, соған сөйлесіп етсем 1,5 миллион дейді, егер операция жасату болса. Толық емдеп шыға ма? Екі көзді жасаймыз дейді, бірақ оны сіз бірінші бізге келесіз дейді, бірінші прием 15 мың теңге дейді. Сол 15 мың төлеп, сізді полностью тексеруден өтеміз дейді, сосын қандай операция керегін. Енді осы май айында Коновалов врач өзі келіп кетті, енді 6 айдан кейін келеді екен. Санкт-Петербургтан келіп жасайды екен ол кісі. Осындайында тяжелый зренияларды шы. Бірақ сіз полностью тексеруден біз сізді 6 ай дайындауымыз керек дейді. Бірақ біз шақырған кезде келіп, оған бәрі ақшаға кеп тіреледі ғой. 1,5 миллион. Бәрі сол ақша. Өзім жұмыс жасамаймын, үйдемін. Зренияммен қасынан біреу бүйтіп ертіп, неғып жүрмесе, сырт жақтарға көп бүйтіп шыға алмаймын. Балаңыз көмектесе ма? Ертіп жүре ма? Иә, 12 жастағы балам бірге алып жүрем. Соны ана баламды поликлиникаға жүрген кезде, ол балам бірге жүреді, өзіммен бірге. Сол мына балам кішім осы ғой. Үлкен балам ұйықтап жатыр, арасында кішкене банкетке неге жұмысқа шығады, оны алды да. Сол обағам ұйықтап жатыр. Хадия Қайырымды қорына, қазақ еліне, өсті бізге көмек беріп атқан адамдардың барлықтарына көптен көп рахмет, алғысым шексіз. Алла разы болсын, барлықтарыңызға денсаулық берсін. Көп-көп рахмет сіздерге.